Армысыздар қадірмен тағайын, Алау телеарнасында көкейтесі сұхбат хабарының кезекті саны және сіздермен бірге мен Мақтагүл Тажмуханова. Биылғы жылы мемлекет басшысы өз жолдауын 5 қазанда жолдады. Оны барша қазақстандықтар тыңдады және биылғы жолдау қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі, табыс пен тұрмыс сапасын арттыру деп аталады. Ол 6 тараудан тұрады. Соның екінші тарауы тұрмыс сапасын арттыру, яғни бұл тарауда медицинаны жетілдіру, орта білімге мән беру, әсіресе жоғары білім сапасын арттыру және жоғары білім алушыларға талап күшейтіледі деп мемлекет басшысы баса айтты. Осы тарауға тоқтала кетсек, жоғары білім беру үстінде оқу орындарының маман дайындау сапасына қатысты талаптар күшейтіледі және біз гранттардың санын көбейттік, енді жауапкершіліктің кезеңі келді. Және ең басты жоғары оқу орындарының басты талабы, басты критерийі оқу орындарын бітірген студенттерді жұмыспен қамту және жоғары жалақысы жоғары жұмысқа тұруы сол есепке алынады деген болады мемлекет басшысы биылғы жолдауында. Біздің студияға шақырған қонағымыз Қостанай мемлекеттік педагогика университетінің қауымдастырылған профессоры Қарлығаш Нұрмұхамбетова ханым. Бүгінгі хабарымызда осы жолдаудың білімге қатысты бағыттарын айтып өтеді. Қарлығаш Нұрмұхамбетқызы, сәлематсыз ба? Сәлематсың ба? Студиямызға қош келіпсіз. Уақытыңызды бөліп келгеніңізге алғысымызды білдіреміз. Енді жолдауды расында да жыл сайын халық асыға күтеді. Биылғы жолдаудың үлкен бір қуанышы, жалақының өсіп жатыр. Жалпы жыл сайын жалақының өсу туралы мемлекет басшысы сөз етеді ғой. Дегенмен де биылғы жылы ең төменгі жалақының өсетінін, мемлекеттік қызметшілердің, жалпы бюджеттік қызметкерлердің жалақысының өсетінін баса айтты. Ал енді сіз сол жолдаудан не түйдіңіз? Сәлеметсіздер ма, теледидар көрермендері? Шынында елбасының жыл сайынғы жолдауында елдің әлеуметін көтеру үшін, елдің әлеуметтік тұрмысын көтеру үшін жыл сайын керемет жолдаулар өткізіліп тұрады, жолдаулар жолданып тұрады. Ал енді биылғы жолдаудың мәні ерекше деп ойлаймын. Өйткені биылғы жолдаудан Қазақстан халқы біраз таң серпіліс тауып, сол серпілістен өздеріне керемет бір алдағы болашаққа деген үміт пен сенім ұялағандай болды. Жаңа өзің айтқандай, шынында халықтың тұрмысы түзелсе, халықтың әл-ауқаты жақсарса, халықтың да еңбекке деген, өмірге деген құлшынысы артады. Соны білген елбасы биылға ең төменгі жалақының өзін 1,5 есеге көбейтіп отыр. Соның ішінде 28 мыңнан 42 мыңға дейін көтеріп отыр. Әрине ол халықтың жаңағы әлеуметтік мәселесімен қатар елбасының үлкен бір мән берген нәрсесі, мән берген үлкен маңыз берген үлкен дүниесі бұл жаңағы білім саласы. Елбасы өзінің әр жолдауында сол білім саласына байланысты көптеген ұсыныстарменен тың серпілістерді жолдап отырады. Биылғы жаңағы білім саласына байланысты да жасалған жолдаудан мен өзімнің түйгенім бұл жаңағы білім қай уақытта болмасын, бұл білім дегеніміз мынау алдыңғы ұрпақтың кейінгі ұрпаққа қалдыратын үлкен мұрасы. Олай болатын болса, сол мұраны ары қарай жетілдіру, ізгілендіру, соны ары қарай келешек болашақ ұрпақтың жаңағы игілігіне жұмсау, ол қай уақытта болмасын кезек күттірмейтін мәселе. Осыған байланысты елбасы келесі жылды жастар жылы деп жариялады. Оның мәні өйткені ертеңгі елдің тұтқасын ұстайтын бүгінгі жастар, бүгінгі студенттер мен мектеп табалдырығында жүрген оқушылар. Олай болатын болса, осы жастарға көп көңіл бөле отырып, жастардың жағдайын жасай отырып, жастарға үлкен сенім мен үміт арта отырып, халықтың жағдайын ары қарай жақсарту, еліміздің болашағына деген үлкен сенімділікті нығайтады. Осыған байланысты елбасы мынау жаңағы жоғарғы оқу орындарында оқитын студенттерге де шын мәнінде өте көптеген гранттар бөлді. Гранттар деген тегін оқытылатын дүние, білімге құлаш ұрған, білімге жаңағы керемет құлшынысы бар жастар қазір мемлекет тарапынан тегін оқып, тіпті стипендия да алады. Олай болатын болса, алмақтың да салмағы бар дейді. Сол грантпен оқыған студенттер жалпы қазіргі білім қабырғасында оқып жатқан студенттердің барлығына қазіргі қойылатын үлкен талап, заманның лебіне ілесіп, заман талабына жауап бере алатындай, бәсекелестікке қабілетті бола алатындай жаңағы жастарды тәрбиелеу. Олай болатын болса, мынау осы мәселелердің ұстаздар қауымына, әсіресе жоғарғы оқу орындарында оқып жатқан студенттер қауымына да бір серпілтіп тастады. Өйткені жастарға көңіл бөлу, жастардың жағдайын жасау, ол үлкен бір дүние.
сол жаңағы өзің айтқандай еңбекке жаңағы қабылдау, еңбекке ары қарай тарту мәселесі де үлкен жаңағы маңызды өзінің бір шешімін тапқан сияқты болды. Жастарға жаңағы тұрғын үймен қамтамасыз ету, жастарға жаңа грантты бөле отырып, оларды әлемдік деңгейдегі білім сапасына жаңағы жетілдіру, әлемдік деңгейдегі білімді ала отырып, тәрбиенің ұлттық негізде қалыптасатын осы ретте тағы да айтып өтті. Әр жолдауында, әсіресе соның ішінде рухани жаңғыру деген мәселеде де, осы рухани жаңғыру деген сөздің өзі санаға серпіліс. Яғни санаға серпіліс деген сөздің өзі мынау жаңа заманның лебіне соған ыңғайланып, соған жаңағыдай ілесіп, соған қарай заманның лебін ілесу дегенді білдіреді. Олай болатын болса, жастар қалай ілеседі заманның талабына? Қазіргі таңда білім беру жүйесінде мынау 4К білім беру жүйесі қалыптасқан. Ол креативтілік дейді. Креативтік деген білеміз, ол жаңағы жастардың бойындағы керемет бір жалт еткен жақсылық пен ерекшелік, бір керемет жаңағы жаңалықтар күту, креативті деген. Тосын жаңадан болатын бір дүниелерді жасау, екіншіден сыни ойлау дейді. Сыни ойлау, өздеріне жаңағы сыни ойлауды дамыта отырып, ақыл ой парасатын, бүкіл өзінің бойындағы қабілеттерін дамыту. Одан кейінгі коммуникативтік дейміз. Яғни қазіргі таңдағы жеті жұрттың тілін біл, жеті елдің жеті түрлі білім біл деген мәселе бұл. Жаңа коммуникативтік деп отырғаны. Және сонымен қатар командада жұмыс істей алу мәселелері қазіргі таңдағы білім беру жүйесінің үлкен бір жаңағы серпіні, жаңалығы деп айталамыз. Олай болатын болса, осы мәселелердің барлығын жүзеге асыра отырып, заманға лайық жастарды тәрбиелеу, креативті, жаңаша ойлайтын, жаңаша көз қарастағы жастарды тәрбиелеу, сол білім ошақтарының жаңағы үлкен міндеті. Жалпы мынау білім беру дегеннің өзі не? Жаңа айтып кеттім ғой, бұл ұрпақтар жалғастығы. Олай болатын болса, бұл тек қана жаңағы білім беріп, немесе бір жаңа ақпарат беретін бір орталық, я болмаса орын емес, бұл әлеуметтендіру институты, ізгілендіру институты деп айтсақ болады. Өйткені осы жерде білімді бере отырып, тек ақпаратта алмайды, білім мен тәрбиені ұштастыра отырып, сол жаңағы әлеуметтендіру, ізгілендіру мәселесін жолға қоятын жоғарғы оқу орындарының осындай тамаша бір міндеттері бар. Сонымен қатар жаңағы айтып өткен мынау түлектердің жалпы мына жоғарғы оқу орындарына қойылатын олардың бағасын беретін критерий қандай дегенде, елбасы айтып кетті, сол жоғарғы оқу орындарын бітірген түлектердің жұмысқа орналасуы, трудоустройство дейді ғой, сол жұмысқа орналасу қабілеттеріне қарай, жұмысқа орналасқан жаңағы солардың ерекшеліктеріне қарай жоғарғы оқу орындарына баға беріледі. Ол деген не нәрсе? Егер ол жаңағы білім алған тәлімгер, студент, сабақты жақсы оқыса, жаңағы айтқан жоғарыдағы айтқан дүниелердің барлығын бойына жинақтаса, сол өзінің алған білімін өндірісте, сол тәжірибеде көрсете алса, демек жоғарғы оқу орындарының 4 жыл бакалавр оқытқан еңбегінің үлкен жемісі деп айтуға болады. Ондай жақсы оқыған студентті талабы жоғары жаңағы кәсіп орындар, өнеркәсіптер, енді жалпы жоғарғы оқу орындары тек мектепке ғана емес, әртүрлі салаға дайындайды ғой, әртүрлі салаға дайындайды. Ал біздің дайындайтын саламыз сол мектепке сабақ беретін оқушылар, мұғалімдер болашақ, және жаңағы мектепке дейінгі білім беретін орталықтарында жаңағы жұмыс істейтін мамандарды тәрбиелейтін болғандықтан, егер біздің жаңағы сапалы, осы қазіргі заманға лайық студенттерге білім мен тәрбиені қатар ұштастыра алсақ, онда жаңағы алған білімін студенттер барған жерінде жасайтын өндірісте, жаңағы жасайтын жұмыстарында жақсы көрсете алып, сол жерде жұмыс берушілердің талабынан солардың жақсы жаңағы деңгейінен шыға алса, жоғарғы оқу орындарын бітірген студенттердің білімі, демек ол жоғарғы оқу орынның үлкен жетістігі мен табысы деуге болады. Міне осы салада жаңағы жоғарғы оқу орындарының барлығы қазір жаңаша бүкіл жаңағы стандарттар бойынша әлемдік деңгейдегі жаңағы соған бағдарланған жоспарлар, бағдарламалар бойынша
қазір жұмыс жасайды. Біздің де жоғарғы оқу орны Қостанай мемлекеттік университетінің жай университет, оның аты ғана, статусы немесе мәртебесі ғана көтерілмейді. Білім беру саласындағы бүкіл жаңағы айтып отырған мәселелердің барлығы да қазіргі таңда жүзеге жоспарланып, жүзеге асырылу үстінде. Және сонымен қатар жаңа айтып кеттім ғой, мынау жоғарғы оқу орны, соның ішінде Қостанай мемлекеттік педагогикалық университеті мынау орта мектептерге сабақ беретін, сол мектептерге жаңа мұғалімдерді дайындайды. Олай болатын болса, сол мынау мектепке дейінгі тәрбие орталықтарында да жаңағы біз сол түлектерді ұшыратын болғандықтан, жалпы оларға қойылатын талапта жоғары жаңағы студенттерге. Неге десеңіз, мынау баланың ойы, ақыл ой дүниесі, бүкіл жаңағы оның әртүрлі дағдылары сол кішкентай кезінен бастап қалыптасады. Ең алдыменен жанұяда дейміз, сосын ары қарай жаңағы білім беретін мектепке дейінгі білім ордаларында беріледі. Одан кейін ары қарай жалғасып орта мектепте беріледі. Олай болатын болса, осы орта мектептегі білім үлгісінің өзін жаңа стандарттарға лайықты. Әсіресе мынау қазір Назарбаев зияткерлік мектебі деп жатыр ғой, олардың барлығы әлемдік деңгейдегі стандарттарға байланысты сол жаңағы құрылған бағдарламалар, жоспарлар бойынша жасалады. Олай болатын болса, қазіргі Қазақстандағы мектептердің білім беру жүйесінде сол жаңағы әлемдік деңгейдегі білім беретін сапаға көтеру, сол деңгейге көтеру мәселесін қазір біздер жаңа жасап жатырмыз. Студенттерге жаңа әртүрлі ғылымда, білімде, жалпы шығармашылықта, өнерде, қай жақта да болмасын, жан жақта етіп тәрбиелеп, заманға лайықты тәрбиелеу қазіргі ұстаздардың үлкен міндеті деп ойлаймын. Бәрекелді. Құрметті көрермендер, еске салсақ, бүгінгі хабарымызда биылғы мемлекет басшысының жолдауының білімге қатысты бағытын талқылап жатырмыз. Ал студияға шақырған қонағымыз Қостанай мемлекеттік педагогика университетінің қауымдастырылған профессоры Қарлығаш Нұрмұхамбетова ханым. Қарлығаш Нұрмұхамбетқызы, әңгімемізді ары қарай да жалғастырамыз. Расында да білім беру бір басқада, сол жасты ортаға тәрбиелеу. Расында да ол жұмыс істеу үшін оқиды. Жұмыс істеу үшін жоғары білім алады. Болашақта отбасын асырау үшін, өзін асырау үшін, нәпақа табу үшін білім алады ғой ең бірінші кезекте. Ол мәңгілік сол университеттің қабырғасында жүрмейді. 4 жыл оқығаннан кейін қанат қағып, бір кәсіпорынның тұтқасын ұстайды. Осы жерде расында да сол қоғамға бейімдеу жасты. Сіз айттыңыз, коммуникативтілік маңызды дедіңіз ұжымда. Сол ұжымның қызметкерлермен тіл табыса білу маңызды. Демек, бұл жастарды психологиялық тұрғыдан да дайындау маңызды секілді. Тек қана білім беріп қоймай. Жаңа мен айттым ғой, ол тек қана бір білім беру, немесе оған бір белгілі бір ақпарат беру ғана орталық емес, бұл әлеуметтендіру институты, ізгілендіру институты деп айтып отырмын. Жоғарғы оқу орындарының тек қана Әл-Фарабида айтқан ғой, тек жаңағы білім ғана берілетін болса, тәрбиесіз берілген білім ол желге ұшқан еңбекпен тең деп. Олай болатын болса, мысалы мәселен мен қазақ тілінің маманы ретінде тек қана студенттеріме, өзімнің студенттеріме тек қана қазақ тілінің грамматикасын ғана үйретіп қоятын болсам, немесе қазақ тілінің жаңағы мәселесін ғана үйретіп қоятын болсам, мен жаман мұғалім болған болар едім. Сол қазақ тілін үйрете отырып, қазақ тілінің мәселелері арқылы, сол жаңа лексикалық тақырыптар арқылы, қазақ тілдегі мәселелер арқылы біз соның бәрін өмірмен байланыстырамыз. Өмір деген тек қазақ тілін оқуменен немесе бір пәнді оқумен ғана шектелмейді ғой. Өмір деген ол ұшан ғайыр. Біз сол жаңағы студенттерге білімді бере отырып, өмірге икемдейміз. Өмірдің әртүрлі қыр-сырын үйретеміз. Өмірге қарай ізгілендіру деп отырғаным сол ғой. Адамгершілік қасиеттерді, еңбекқорлық, еңбекке жаңағы баулу, патриоттық тәрбие беру, салауаттылық өмір салтын қалыптастыру, барлығы ол сол бір берілетін сабақтың үстінде соның барлығы жинақталады. Сондықтан ол тек қана ол грамматиканы беріп қойып қана жаңағыдай болатын болсақ, ол біз студенттерді жан-жақты тәрбие ала алмаймыз. Сол сабақты бере отырып біз өмірдегі болып жатқан талай өзгерістерге, өмірдегі мынау сәт сайын өзгеріп жатқан мынау өтпелі кезеңдерде сол өрелі ой танта алатындай азамат етіп,
тұлға етіп қалыптастыру үшін біз дүниелер жасаймыз. Жаңағыдай кез келген пән мұғалімі өзінің пәнімен ғана шектелетін болса, өмірге оны бейімдемесе, өмірдің қыр-сырын үйретпесе, ол қандай одан жаңағы шебер мұғалім болады? Және одан ешқандай бір тұлға қалыптаспайды. Тұлға қалыптасу үшін жан-жақты өмірге икемдеу, бейімдеу деген мәселе. Сондықтан да жаңа тектен-тек айтқан жоқпын, бұл әлеуметтендіру институты. Осының барлығына алдымен семьяда отбасы тәрбиелесе, өмірге икемделуге, өмірден қалмай, ары қарай өмірде өз жолын табуға, Абай айтқандай кірпіш болып қалануға, жаңағыдай біз осы мәселелерді айтамыз. Ал енді осының барлығы не үшін жасалып жатқан дүние? Ұлы Ахмет Байтұрсынов айтқан екен: балам дейтін жұрты болмаса, жұртым дейтін бала қайдан шықсын деп. Міне сондықтан осы қазіргі балаларды ертеңгі елдің тұтқасын ұстайтын азамат етіп тәрбиелеуге, және ертең осы халық үшін, ел үшін игілікті істерде ең алдымен ол өзіне жаңағы керемет не жасайды, игілікті іс жасайды оқу арқылы. Одан отбасына, одан жаңағы туған туысқандарына, солардың барлығына игілікті іс істей отырып, ол отанға, елге өзінің көмегін тидіртеді. Міне осының барлығын біз студенттерге айтамыз әр сабақтың үстінде. Грамматиканы үйретумен бөлек, тілді үйретумен бөлек, тілдің ішкі қыр-сырын үйретуден тағы да бөлек осындай дүниелерге, өмірге икемделуге біз үлкен тәрбиелік жағынан да үлкен мән береміз. Және осы жаңағы айтып жатқандай, елбасының да мысалы мектепке дейінгі тәрбиеге өте көңіл бөліп жатқанның себебі де Мағжан Жұмабай айтқан ғой, мектептің жаңа елдің ертеңгі тарихы, елдің ертеңгі қандай болмағы оның мектебінің негізгі жаңа қалыптасуымен өлшенеді. Егер біз мектебімізді берік, таза, сау, һәм өз жанымызға қабысатындай етіп, түсініп отырған шығарсында, сол мына ұлттық рухта деген сөз қой, өз жанымызға қабысатындай етіп мектебімізді құра алсақ, ертеңгі күн үшін серттесуге адам кез келген жеткіншек дайын тұрады деген. Міне осындай жаңағы мектептен бастап мектепке дейінгі тәрбиеменен, мектептің жаңа орта мектеп тәрбиесі, одан кейінгі жоғарғы оқу орындарының барлығы осы бір салада жұмылып, тек қана білім беріп қана қоймай, осы мектепте жаңағы оқып жүрген оқушылардың өзін осы өмірге лайықтап, соған бейімдесе, соған жаңа әр оқушының ертеңгі өмірде кім боламын, қандай мамандық иесі боламын деген мәселесіне сол кішкентай кезінен бастап көңіл бөліп, мектеп мұғалімдері де соны ертең балалардың бойындағы жақсы қабілеттерін, еңбекқорлығын, еңбеккерлігін дамытатын болса, ол бала 4-5 сыныпта, енді олар әлі кішкентай, сол 6-7 сыныптан қарай бала өзі ертең болашақта қандай маман иесі боламын, нені таңдаймын, неге көңілім ауады, не нәрсеге мен жаңағы осы өзімнің бойымдағы қабілетімді көрсете аламын деген сияқты баланың бойында жаңағы ертеңгі күнге деген өзінің мамандығына деген тіп қалыптаса бастайды. Сондай бір жақсы қасиеттер. Міне сондықтан да елбасының айтып отырғаны осы мектептің өзінде арнайы жаңағы мамандыққа лайықтап, мамандыққа қарай бұру мәселесі, міне осылардың барлығы мектептен басталу керек деп кешегі жолдауында айтқаны, барлығы сол мектеп, ең алдымен отбасы, одан кейінгі жаңағы мектепке дейінгі тәрбие орталықтары, одан кейінгі орта мектеп, жалпы білім беру, басқа мекемелері барлығы осындай ұйымдасып, осылардың барлығын жүзеге асыра алады. Сонда ғана белгілі бір шешімін табады. Сонда ғана жаңағы айтып отырған қазіргі заманға лайық тұлға қалыптасады. Міне елбасының жолдауындағы айтқан негізгі ойлар да осы мәселе. Осыған байланысты қазір мынау мұғалімнің мәртебесін көтеру деген керемет заңмен қорғалып, осы 5 қазан күні мұғалімдер күні болды ғой өзі. Сол мұғалімдер күніне байланысты елбасының жасаған үлкен сыйлығы, қуанышты бір үлкен жаңалығы бұл мұғалімдердің мәртебесін көтеру. Жасыратыны жоқ. Осы мұғалімдердің статусы дейді, мұғалімдердің мәртебесі кейінгі кезде бұрынғы кездегілермен салыстырғанда, мысалы біздің ата-әжелеріміз, әке-шешелеріміз мұғалім келе жатыр, ұстаз келе жатыр десе, өзінің жасы үлкен болса да орнын тұрып мұғалімге орын берген.
Бұл деген отбасынан бастап қоғамдағы мұғалімдердің мәртебесін көтеру, мұғалімдердің өзінің қадірлі орнын белгілеу болатын. Ал енді қазіргі таңда мынау аса мынау біз неге бет бұрып бара жатырмыз ғой, керемет жаңағы үлкен әлемменен араласып, соған байланысты кейбір құндылықтарымыз, кейбір өзіміздің бойымыздағы ұлттық құндылықтарымызды ба, немесе бір менталитетіміз сондай жаңағы жоғалтып аламыз ау деген мынандай қорқыныш бар заманда мұғалімдердің мәртебесін көтеру ол үлкен бір жетістік. Өйткені қоғамды тәрбиелейтін кім? Әрине ол ұстаз. Қоғамның үлкен жаңағы белсенді мүшесі, кішкентай жаңағы балабақшадан бастап жоғарғы оқу орнын адам жаңағы сәбидің баланың қалыптасатын барлығының қалыптастырушысы ол ұстаз. Жасыратыны жоқ, қазір ата-аналардың жұмысы көбінесе жаңағы балалар сол жаңағыдай мекемелерде, оқу орындарында көп уақытын өткізетін болғандықтан, осы жоғарғы оқу орындарының баланы қалыптастырудағы рөлі міне осындай. Ал енді жоғарғы оқу орындарында немесе мектепте, балабақшада істейтін мұғалімнің мәртебесі көтерілсе, қоғамдағы көп тәрбиенің, көп мәселенің басы ашылып, жаңағы керемет мұғалім өзінің статусын алса, ол өзінің орнын белгілеп, қоғамға үлкен көп пайда келтірер еді. Мысалы, мына Жапон елдерінде мынау мұғалімдер күні деген жоқ екен. Бізде мысалы бір-ақ күн ғой, мұғалімдер күні дейді, сол мұғалімдер күні ғана, ұстаздар күні ғана соған құрмет көрсетіледі. Ал Жапонияда, Жапон елдерінде мынау мұғалімнің мәртебесі деген ол сол елдің ең құрметті азамат екен. Ең құрметті. Мынау көліктерде, қоғамдық көліктерде мұғалімдерге жаңа арнайы бір жаңағы нелер беріледі екен, белгілер беріледі екен, төс белгі ме, сондай беріледі екен да, егер мұғалім кіріп келе жатса, үлкен адамдардың өзі орнын босатып, жаңағыдай орнын ұсынады екен. Немесе жаңағыдай үлкен бір қоғамдық орындарда мұғалім келе жатса, оны бір қан келе жатқандай, немесе бір керемет бір құрметті, қадірлі адам келе жатқандай құрмет көрсетіледі екен. Міне, біздің де елімізде осындай мұғалімдерге керемет мәртебесін көтеріп, өз деңгейінде мұғалімдердің жалақысы көтерілсе, немесе оларға өзіне байланысты құрмет көрсетіліп жатса, ол мұғалімдер онсыз да өз ісіне берілген, өз ісінің кәдімгі керемет өлермендері мұғалімдер. Азғандай ақшаға бола, басқа мамандықтардағымен салыстырғанда төмен ғой жалақысы. Міне сол төмен жалақыға қарамай, жұмыстың қаншама қиындылығына қарамай, соның барлығына мен ойлаймын, өз маманын шын сүйетін мұғалімдер қазір жұмыста қалды. Сондықтан да егер мұғалім мәртебесі көтеріліп жатса, қоғамдағы жаңағы қоғамды тәрбиелейтін мұғалімдердің керемет үлкен бір жетістігі бұл елдің, қоғамның, жаңағы біздің мемлекетіміздің үлкен жетістігі, жеңісі болып саналатынын елбасымыз дәл жаңағыдай керемет көрегендігімен біліп, мемлекеттің тарапынан заң шығарып, осындай мәртебесін көтерейін деп жатыр. Әрине ол бізді серпілтіп тастады, қуантып тастады, ерекше бір серпін, ерекше бір бізге үміт сыйлады ол. Расында да заңмен бекітілсе мұғалімдердің мәртебесі, ол заңда әрине барлығы да жан-жақты жазылады. Тек қана қазіргі таңда ұстаздар сол заңмен ғана өмір сүретін болады. Көптеген мемлекет басшысы айтпақшы, қоғамдық жұмыстардан шеттетіледі, қоғамдық жұмыстарды атқармайды, тек қана өз ісімен ғана айналысады. Сонда мүмкін білім сапасы одан сайын жоғарылап, оның нәтижесі бірден көрініс табар. Сонымен қатар қазір енді оқу орындарын өндіріспен ұштастыру маңызды. Ол өйткені бүгінгі мынау жұмыс берушілер, олардың да талаптары өте жоғары. Олар мысалы жаңағыдай жақсы оқыған, үш тілді маманды меңгеретін, қазіргі заманға лайық, шығармашыл, көзқарасы айқын, тұлғалық жаңағы олардың өздеріне жаңағы не өмірден не алатын, сондай өзіне сенімді жастарды барлығы талап етеді. Сондықтан да мынау жұмыспен қамту қазір үлкен бір мәселе болып тұр. Егер жаңағы осы жоғарғы оқу орнын бітірген мамандардың барлығы жұмысқа орналасатын болса,
Қазіргі таңда елбасы айтқандай, мынау еңбеккерлік қоғамын ұйымдастыру деген мәселені көтерді ғой елбасы. Еңбеккерлік қоғамын көтеру. Бұл еңбеккерлік қоғамын ұйымдастыру демек, жоғарғы оқу орнын бітірген мамандардың барлығы сол өндіріске тартылып, жұмыс орнымен қамтылса, қазіргі жастардың еңбекке деген, еңбекқорлыққа деген сенімі, өзіне өзі деген сенімі нығаяды. Өйткені көбісінің қазір жаңағы өндіріске барғанда нені талап етеді? Ең кемінде 3 жылдық оның еңбек өтілі болу керек дейді. Ал еңбек өтілі егер жаңағыдай кәсіпорындар немесе сондай жаңағы жұмыс берушілер оларды алмай жатса, оларда қайдан пайда болады еңбек өтілі? Әрине, ең алдымен олардың қарайтыны жаңағы студенттердің алған білімінің балдық көрсеткіші және оған берілетін мінездеме беріледі. Сол мінездемеге байланысты және олар өздері жұмысқа қабылданбастан бұрын жұмыс берушілер оларды тағы да сынақтан өткізіп, тест тапсыртқызады, әртүрлі сынақтардан өткізіп барып жұмысқа қабылдайды. Ал енді ол не деген сөз? Демек, олай жаңағыда үлкен талап қоятын болса, қазіргі жастардың біз үнемі айтамыз. Қазіргі заман ол жаңағы білектінің емес, білімдінің заманы. Кімнің білімі бар, кімнің жаңағы керемет шығармашылық қабілеті, ойы жүйрік, қолынан іс келетін қабілетті азаматтар болатын болса, олар ешқашан жұмыссыз қалмайды. Сондықтан да бірінші курсқа келгеннен бастап біз студенттердің құлағына құятын нәрсеміз, ол жай ғана келіп кетіп жүру емес, әшейін келіп бір 50 минутты 90 минутты өткізіп жай жаңағы келгенмен келіп, кеткенмен кетіп жүретін заман емес қазір. Шын мәнінде білімді уақытында алып, мысалы пойыздан қалып қойсаң екінші пойызға жету үшін қаншама. Сондықтан қазіргі мынау зымыран заманында сол зымыранға ілесетіндей керемет қабілет болатынын бірінші курстан бастап студенттерге айтамыз. Әрине, оның барлығы біріншіден жаңа баланың санасына, екіншіден мұғалімнің, ұстаздың іскерлігіне, басшылардың жақсы ұйымдастыра білетін қабілетіне байланысты. Бәрекелді. Енді бағдарламамыздың аяқталуына санаулы минуттар қалды. Қарлығаш Тұрғанбекқызы, ойымызды қорытындыласақ, расында да енді бұл мемлекет басшысы қашанда ең алдымен халықтың әл-ауқатын арттыру, тұрмыс сапасын жақсарту, жалпы мемлекеттің дамуы осы көрсеткішпен ғана белгілі болады ғой. Өйткені қай елде болмасын, қай заманда болмасын, адамның санасын тұрмыс береді. Өйткені тұрмысың жақсы болса, еңбек ақың жеткілікті болса, еш нәрсеге алаңдамай, ары қарай жаңа серпінмен жұмыс жасайтын, ол кез келген адамның, кез келген қоғамның ол жаңағы ойы нәрсесі. Сондықтан да мынау елбасының жолдауындағы көп 6 мәселе көтерілген 6 мәселе тек білім саласы емес. Мен енді өзім білім саласында жасайтын болғандықтан, жұмыс істейтін болғандықтан білім саласына ғана тоқталдым. Ал одан бөлек қаншама инфрақұрылымдарды көтеру, қаншама жаңағы мемлекеттік қызметкерлердің сапасын арттыру, медицина саласындағы жаңағы көптеген мәселелерді дамыту, тұрғын үй мәселесі, жалпы өмірге адамға керекті не нәрсе керек, адамның жағдайын жасайтын. Сол мәселелердің барлығы осы жолдауда үлкен бір халықтың көңілінен шықты. Халыққа бір серпіліс берді. Халыққа керемет бір жаңағыдай жаңадан бір құлшыныс берді деп айта аламын. Рахмет, Қарлығаш Тұрғанбекқызы, студиямызға келіп, осы жолдау туралы өз пікіріңізді, ой толғамыңызды танытқаныңызға, айтқаныңызға және алдағы уақытта әрине жастарға білім беруде талмай еңбек етіңіз деп тілек білдіреміз. Ал құрметті көрермендер, осымен хабарымыз аяқталды. Бүгінгі студия қонағы болған Қостанай мемлекеттік педагогика университетінің қауымдастырған профессоры Қарлығаш Нұрмұхамбетова болатын. Мен сіздермен қоштасамын. Аман сау болыңыздар.